Армысыздар, кармология арнасының тұрақты көрермендері, сіздермен қашанда алтын аяма. Және мен бүгін тирандармен сөйлесуге эфирге шықтым. Ендеше тиран мырзалар, арнаға қош келдіңіздер. Және де менің сөзімді мұқият тыңдаңыздар. Әрине ұрыспаймын дегенмен жол көрсетуге жалпы тырысатын боламын. Сіздер жалпы ақымақсыздар. Өздеріңіздің бойыңыздағы керемет күшті қалай қолдану керек екенін білмейтін ақымақсыздар. Ұрыспайын деп едім, әрине, бірақ болмай жатыр. Дегенмен сіздерге тек қана ұрыс қана емес, сонымен қатар кішкене сәбет те беретін боламын, сәбет. Сондықтан тыңдаңыздар дұрыстап. Өздеріңіз жалпы сұрадыңыздар ма өздеріңізден? Неге менде осыншама көп күш бар деп сұрамайсыздар, сіздер? Иә, мен әйелімді ұруға берген ол күшті деп ойлайсыздар ғой. Иә, олай емес. Шын мәнінде сіздерге ол күшті берді. Себебі сіздер арқылы осы әлемде адамдар ақша таба алады, түсінесіздер ме? Сіздер арқылы, иә. Сіздер керемет работодательсіздер, жұмысқа қамтушысыздар, керемет кәсіпкерсіздер, түсінесіздер ме? Ал сіз сол күштің бәрін жай ғана әйеліңізді ұрумен, балаларыңызды ұруға жұмсайсыз жалпы. Өте ақымақтық. Ал енді сіз ойлайсыз жалпы, иә, менің әйелімнің іс-әрекеті дұрыс емес, сондықтан әрине мен оны ұрамын. Жай ма? Ол да адам ғой, айтсаңыз түсінеді ғой жалпы. Ол сіз ештеңкені түсінбей жүрген әйеліңіз емес, сіз. Ендеше тиран мырзалар, жалпы енді бүгін ақыр эфирге шыққаннан кейін сіздерге айтатын кеңесім осы: жай ғана өзіңіздің белгілі бір ұнайтын тірлігіңізді алып, соны дамытуыңыз керек. Болды. Басқа ештеңе керек жоқ. Сіз кәсіпкер болсаңыз, керемет кәсіпкерсіздер. Және де қаншама адамдарды, өзіңіз ойлаңызшы, қаншама адамдарды жұмыспен қамтисыз, және сол арқылы керемет жаңа позитивті кармалар жинайсыз. Ол деген жақсы емес па? Сіздердің жалпы предназначенияларыңыз сол, және де күшіңізді, агрессияны да ең пайдалы дүниеге жұмсауға болады. Яғни сіз оны жұмысқа жұмсайсыз, сондағы адамдарды басқаруға жұмсайсыз. Барлық күшіңізді бір әйеліңізге төге берсеңіз, әрине ол тиранство болады. Сондықтан сіз біреу емес, бірнеше. Ал егер шын мәнінде өзіңіздің әйеліңізден жалпы ажырасқаныңызды просто айтыңыз. Зачем доводить оны? Өзі ажырасам дегенге келтіру үшін ұру деген мен ойымша. Оның жазасы просто сізге ауыр болады, сосын айтып тұрмын сіздерге. Жай ғана просто айтыңыз: мен сенімен ажырасам болды. Ол да адам ғой, түсінеді ғой. Негізі сіздер өте ақылды адамдарсыздар, өте, қалай айтсам екен, манипуляция, оларды сіздер ойлап тапқансыздар, иә? Мысалы, манипуляция ол жаман дүние емес, егер игілікке қолданса. Мысалы, рекламаның барлығы манипуляция ғой, дұрыс па? Манипуляция белгілі бір затты көрсетеді, және соны алуға көптеген адамдарды психологиялық тұрғыда мәжбүрлейді, тартады соған. Сол секілді жалпы манипуляцияны дұрыс қолдану барысында сіздердің бақтарыңыз жанады. Түсінесіздер ме? Мысалы, сіздің белгілі бір кәсібіңіз бар, сонда сіз манипуляция жасаңыз. Бір затты алсаңыз, екіншісі тегін деген секілді. Болмаса, белгілі бір акциялар ұйымдастырыңыз. Кез келген жарнама, манипуляция. Просто сізді, тіпті сіз өзіңіз қаламай тұрған затты алып қоясыз. Мысалы, бар ғой енді ол банкты өзім жақсы көремін дегенмен сондай бір акция ұйымдастырады, бірақ бағаларын жоғарылатып қояды. Сонда акциясыз болса да оның бағасы бір дейді, былайша айтқанда. Сондықтан акция кезінде товардың бағасын көтеру арқылы адамдарға зато осылай сіз 2 жылға бөліп ала аласыз. Не деген керемет манипуляция. Сондықтан манипуляцияңыз тек қана әйеліңізді тұрғызу үшін, отырса опақ, тұрса сопақ қылу үшін емес, жалпы өздеріңіздің сотрудниктеріңізге, өзіңіздің бизнесіңіздің дамуына соған қолданыңыздар. Сол кезде сіздер жеңілмейсіздер, ешқашан ұтылмайсыздар да. Түсіндіңіздер ме? Сіздер жалпы, сіздерде ақшаның энергиясы көп. Ақшаның энергиясын бірақ сіздер агрессияға ауыстырып алғансыздар. Мен сіздерді толыққанды жаман деп айтпаймын. Просто барлықтарыңыз минустасыздар бастап. Минус белгілер сол. Әйеліңіз ұрасыз. Манипуляцияны өзіңіздің ғана пайдаңызға жасайсыз, и әйелдің арқасында сіз белгілі бір развитие жасайсыз. Бұл да бір майдаланып кеткен еркектердің тірлігі, мысалы, былай қарағанда. Өзіңіз өсе аласыз ғой, зачем біреудің көмегімен, болмаса бір бай әйелге тиіп алып, үйленіп алып, жай ғана жаңаға манипуляция жасап, деп күліп, бірақ
бүкіл ақшасын жымқырып алып қашып кететін тирандар да бар, например. Оның бәріне өзіңіз жете аласыз ғой, зачем біреуді алдап, біреуді ұрып, тем более. Күшті дұрыс пайдалану керек. Бірнеше адаммен басқара білуіңіз керек. Және басқарғанда да әділетті басқаруыңыз керек. Сіз жұмыспен қамтып отыр иә, қаншама адамды. Оған сіз сөйлей аласыз, басқара аласыз, үйтпе бүйтпе деп айта аласыз. Ал енді өзіңіз ойлаңызшы, соның барлығын бір адамға айта берсең, сол адам жынды болып кетеді ғой. Сондықтан әйеліңізді отырыңыз, жай ғана өзіңіздің ісіңізбен айналысыңыз. Сосын тапқан табысыңыз, мысалы сіз жақсы табыс тауып кетуге жалпы күшіңіз жетеді. Сондықтан егер тапқан табысыңыз тек қана өзіңіздің бір минуттық ләззатыңызға, болмаса белгілі бір өзіңіз үшін ғана жарату үшін берілді деп ойламаңыз. Себебі ер адамның жалпы тапқан табысы берекелді деп не үшін айтады? Себебі ол біледі, Алла Тағала алдын ала отбасын құрады, әйелі болады, бала шағасы болады, Міне солардың да берекесін ер адамға береді. Сондықтан егер сіздер жақсы ақша тауып жатсаңыздар, оны міндетті түрде өзіңнің балама, өзіңнің жарыма деп жалпы беріп тұруларыңыз керек. Болмаса бірге тұратын әдемі үй соғыңыз, балаларыңыздың болашағына деп ақша жинаңыз, депозиттер ашып тастаңыз мысалы. Әйеліңізге де аямаңыз. Ал енді кейбір тирандарға, кейбір қыз балалары фарт болып келуі мүмкін. Сондықтан егер сіз үйленгеннен кейін белгілі бір құдірет күшпен байып кеткен болсаңыздар, сосын кейін ол байлықты көтере алмай ары-бері изменить етіп, әйеліңіздің, келіншегіңіздің жалпы обалына қалып жүрген болсаңыздар, оны бағаламай, білесіз ғой, енді қазақ байыса қатын алады деуші ме? Сондай дүниелер болып кетсе, онда сіз бір күні ештеңесіз қаласыз. Егер сіз бүгінгі мен айтқан дүниелерді орындамасаңыз, сонда омыртқаңыздан айырылуыңыз мүмкін. Әйеліңізді ұра берсеңіз, мысалы, тоқпақтап, жаңағы күшіңіздің бәрін соған жібере берсеңіз, сосын кейін аяғыңыздан айырылуыңыз мүмкін. Мүгедек болып қаласыз, жүре алмайсыз өзіңізбен, өзіңіз түсінесіз ба? Қолыңыз сынуы мүмкін. Көптеген жаман дүниелер бар. Оны мен ойдан шығарып жатқан жоқпын, оны карма заңын оқысаңыздар тұр. Бірақ ол әрине жасырын мәліметтердің ішінде бар, сондықтан мен сіздерге жалпы жаным ашып айтып отырмын. Сіздер жай ғана білмейсіздер, күшті қайда жұмсау керек. Ал енді қыздармен сөйлесейік, жалпы тиран мырзалардың келіншектері. Енді сіздер біріншіден жертва күйінен, құрбан күйінен шығуыңыз керек. Ол үшін өзіңіз жақсы көріңіз керек. Одан кейін бір ғана сіздерден сұранарым. Ешқашан тиран күйеуіңізге, ешқашан оның жалпы белгілі бір іс-әрекетін елдің көзінше ешқашан айтушы болмаңыз. Әсіресе кері әрекеті болса, оны айтпаңыз. Өзіне жеке айтыңыз, және де ешқашан оны белгілі бір ашуландыратын дүниені өзіңіз бастамаңыз ешқашан. Жай ғана еркелеп сұраңыз, көбінде кішкене сабырлы болуға тырысыңыздар, және де қалай айтсам екен, ақылды ерке дейді ғой. Ақылды еркелер, олар кішкене құлау болады. Қулықты да игілікке пайдалануға болады ғой. Сондықтан солай пайдаланып үйреніңіздер. Айтасыз ба? Жай ғана шақырған секілді айтып, болмаса бір өзіңнің ақылың ретінде емес, солай жасап көрсеңіз қалай болады деген секілді сұрау арқылы. Ол мысалы, егер сіз оның белгілі бір сізге жасаған жақсылығын, оның барлығын жоққа шығаратын болсаңыздар, оның ешкім емес екенін айтатын болсаңыздар, онда оның ашуы, ызасы түгелімен тек қана сізге төгілуі мүмкін. Ол сіздің өміріңізге қауіпті. Сондықтан тілін таба білу керек тиранында. Оларда былайша айтқанда қатты қорқынышты емес, егер сіз дұрыс управлять ете алатын болсаңыз, түсініңіз ба? Оны енді білгілеріңіз келсе, жалпы қалай сөйлесу керек, оның барлығы мен қазір бүгінгі эфирде айтып отыра алмаймын, себебі бұл енді тегін достықта жүретін дүние емес, онлайн психологиялық сабақ қой. Оны алу үшін инстаға жазуыңыз керек жекеге. Ал енді былайша егер айтатын сіздерге жалпы ақылым, ешқашан оның деңгейін, дәрежесін елдің алдында төмен түсірмеңіз, пожалуйста. Болды. Елдің алдында біреудің көзінше оның қандай адам екенін айтудың қажет жоқ. Сізге, во-первых, бәрібір ешкім сенбейді. Во-вторых, сіз сол үшін жазаланатын боласыз. Сізге жай ғана қол көтергені қойсын десеңіз, оның тілін табуыңыз керек болды. Ендеше бүгінгі эфирім тәмам.
жалпы тиран мырзалар, шамалы өздеріңіздің күштеріңізді басқарып, иіріп үйренсеңіздер, сіздерден бай адам жоқ қой. Сау болыңыздар енді.